Сәлеметсіздерме? Бүгін біз чокер деп аталатын, яғни мойынға тағатын алқа жасаймыз. Ол үшін бізге мынадай трос керек, және де қыстыратын моншақтың жанында болады ғой, сондай қыстыратын. Сонда қажет болады. Мінекей осылай кіргізіп аламыз да ортасына. Былай өткіземіз. Өткізіп, тартып, одан кейін қысып аламыз. Қысып болғаннан кейін енді келесі моншақтарымызды тізе береміз. Яғни мен көк түсті алдым. Мінекей осылай өткізіп алғаннан кейін жаңағыны қалған екі сым болып тұр ғой, сол екі сымнан да былай өткізіп аламыз. Әрине санап. Мысалы, мен мұн жерге 12 хрусталик салдым. Хрусталь тасымнан 12 тас салдым. Санап. Одан кейін арасына әдемі болып тұру үшін мынадай майда тастар салдым. Одан кейін қайтадан 12 тасты тізіп шығамыз. Көз мөлшерімен осылай өлшеп аламыз. Бұл менің алдыңғы істеген чокерім болып табылады. Әдемі болып тұру үшін осындай фурнитура магазиндерінде болады. Бұл люкс качестводағы, яғни қараймайды. Сондай тастар, яғни әдемі жүрекше, гүл тәріздес әртүрлі түрлері бар. Осындай етіп сіңлілеріңізге, әпкелеріңізге сыйлық ретінде өз қолдарыңыздан жасап берсеңіздер, өте керемет.
мінекей біз аяқтадық. Яғни осылай қайтадан жаңағыдай қыстырғышымызды кіргізіп, ортасынан шарик өткізіп, шариктің сыртынан былай тесігінен өткіземіз. Тесігінен өткізгеннен кейін жаңағы менің нем ұзындау болып тұр. Сол үшін кішкене өзіме ыңғайлырақ болу үшін қырқып аласын кішкене. Содан кейін қайтадан тастардан өткізіп жылжытамыз. Видеодағыдай. Мінекей біздің неміз дайын болды. Яғни қыстыратын, біріктіретін өзінің арнайы осындай видеода көрінгендей алып колечкалармен біріктіреміз. Бұны бітіргеннен кейін кулон тағамыз. Яғни менде көк бабочка бар, сол көк бабочканы тағамыз. Мінекей бабочкамызды ілеміз. Сосын чокеріміз дайын болды. Менің істеген чокерім ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Және де маған каналыма тіркеліп кетіңіздер. Мінекей осындай әдемі чокер шықты. Бұны кез келген көйлекпен киюге болады. Мінекей мойында тұрғанда осылай болды.